Сәлем әлем, саяхат YouTube арнасына қош келдіңіздер. AliExpress деген ғажайып сайтында сатылатын тауарларды сағынып қалған шығарсыздар, солай ма? Ендеше AliExpressте сатылатын ғажайып тауарлардың жаңа топтамасын тамашалап жіберіңіздер. Ал кеттік. Бұл қорғаныс бар қолғап абайсыздықтан қолды кесіп алудан сақтайды. Шынымен де оны кесу қиын, және пышақтың іздері қалмайды. Бірақ егер сіз күш салып кесемін десеңіз, әрине кесіп тастай аласыз. Бұл қолғап жай байқаусыздықтан кесіп алмас үшін жасалғанын ескеру керек. Әйтпесе кейбір адамдар осы қолғапты балтамен шауып тексеріп жатады. Әрине ондай әрекеттерге қолғап шыдамды емес. Ал мынау телефонға арналған микроскоп. Оның үлкейту көлемі 60 есе. Құрал телефонға қыстырғышпен қыстырылады. Көптеген қызықты заттарды үлкейтіп қарауға болады. Мысалы, мынау мысықтың тамағы, ал мынауы үстел. Жарға жапсырылатын тұсқағаз. Қам, ноутбуктың экраны. Джинсы. Алғашында өте қызықты құрал болып келеді, бірақ уақыт өте келе қызығушылық тез басылады. Көптеген адамдар балық тазартуды жаратпайды, өйткені бұл өте ұзақ және қиын үдеріс. Сондықтан AliExpressте осындай нәрсе сатылады. Бағасы небары $1, және балықты қабыршағынан өте жақсы тазартады. Өз ата-аналарыңа осы нәрсені көрсетіңіз, мүмкін ұнап қалар. 2020 жылда жаңа нәрсені көріп тағаламын деп ойламаппын. Мысалы, міне қарапайым көзілдірік, және осы көзілдіріктің әйнектері мені таң қалдырды. Күн шуақтың астында немесе жарық жерде көзілдіріктің әйнектері қараяды. Ал қараңғы жерде, күн сәулелері жоқ жерде әйнектер мөлдірей бастайды. Мөлдір күйіне қара күйге 15 секундта ауысады. Өте ыңғайлы көзілдірік. Резеңкемен ататын пистолет. Неге осындай пистолеттер менің бала шағымдағы уақытта болмаған осы? Осындай пистолетті мектепке тасып жүруге болады. Сабақта көңіл күй көтеріп, барлығына кедергі болуға болады. Пистолетке 8 резеңке кигізіледі. Әртүрлі түстері бар. Бірақ бағасы болса 4000 теңге аралығында. Шұлық киюге арналған құрылғы. Ойлайтын шығарсыз, не деген пайдасыз әрі қызық нәрсе деп. Негізінде осындай шұлық кигізетін құрылғы үлкен немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдарға арналған. Үйде кәрі адамдар болса, олар үшін керемет сыйлық болар еді. Ер адамның аузы тәріздес шылам. Шыламның түрі осы бірнеше күн бұрын қырынған сияқты, және ұстағанда адамның терісіне ұқсас. Шыланға тыйым салу үшін аузын ашып, бекітіп, сосын саласың. Бағасы да арзан. Үй ішінде жөндеу жұмыстарын жасайтын адамдарға арналған арнайы құрылғы. Бұл құрылғы күрделі сызғыш деп аталады. Оның көмегімен күрделі әрі қиын бұрыштарды және қисықтарды өлшеуге болады. Мысалы, линолеум, ламинат және тағы да басқа заттарды жерге төсеп жатқанда, күрделі сызғыш қиын бұрыштарды дәл өлшеп бере алады. Мысықтарыңызбен ойнауға ерінесіз бе? Мысықтарыңызды диванда жатып алып жүгірткіңіз келеді ме? Онда сізге осы ойыншық керек. Бұл ойыншықты Bluetooth арқылы телефонға байланыстырып айдайсыз. Ойыншық тышқаға ұқсас. Батарейкасы 30 минутқа дейін жетеді. Жер үйде тұратын адамдарға арналған пайдалы пішін. Үйдің ауласына кішігірім жол төсеу үшін пішіндер. Алдымен жерді қырып алу керек. Сосын жерге пішінді жатқызып, үстіне дайын цементті құю керек. Болды, әдемі жол дайын. Пішінді қалай бұрсаң да өзің білесің. Бәрібір бір-біріне дәлме-дәл сәйкес болып келеді. Осымен болды достар. Видео ұнады ма? Тағы да осындай қызықты видеоларды көргіңіз келеді ме? Онда менің саяхат YouTube арнама жазылыңыздар.